Алданышы арақтан. Арал емтиханнан құлап қалды. Қасында танитын ешкім жоқ. Қара тақтадан өз есімі жоқ болғанда әуелі сенбеді. Неше қайта қарады. Әр оқыған сайын көңілі құлази берді. Қайраты кеміп, уайым көбейді. Биылдан қалса армияға кетеді. Елдің алып қашпа сөзінен ондағы жағдайдың мәз емес екенін естігелі тіпті барғысы жоқ. Әрі ойдан кейін азғантай білімі мүлде жарамсыз болып қалса, желтоқсан жыры Совет армиясында өзгеше бағаланып, дедовщинаның ерекше өршіп тұрған кез еді. Анандай жерде ағып жатқан арыққа аяғын салып отырып, көз жасынан ұялмай еңіріп жіберді. Мейлі, ешкімнен қымсынбай ішін жеңілдетіп алғаны өзіне жақсы болып қалды. Бойы бекіді, ұйқы тұрақтанды. Елге барып күлкі болғанша осы дәу қаланың бір бұрышында өзіне лайық бір жұмыс табуды ойлады. Тек қай жерден іздеу керек? Ойы осыған тірелгенде иығына бір жып-жылы алақан тиді. Қыз, ақ көйлек киген нәзік бойжеткен. Сен де құладың ба? Деді жай ғана. Арал басын изеді. Қыз шақыру күтпестен қасына отыра кетті де қолындағы чупа-чупсын ұсынды. Екеуі бірін-бірі баяғыдан білетін сияқты. Арал бырт еткізіп тістей салған. Қыз екіншісін ұсынды. Асықпай жалап же, ойлануға жақсы, деп қояды. Құлағанына түк қиналып отырмағандай. Жоқ, мұның да көзі сіпті. Өз ойымен өзі бола тұрған Арал әлден уақытта «Сен де осында тапсырып едің?» деп сұрады. «Мені қойшы, сықиға түспесек дықи дайын тұр, ал өзің не істемексің?» Ол қандай институт екенін ойына түсіре алмаған Арал, «Ол жерге менің баруыма бола ма?» деді. Қыз шалқайып тұрып мәз бола күлді. Сосын түсін суытып, басын шайқап, «Болмайды» деп кесіп айтты. Арал аң-таң. Оның осы түрін қызықтап қыз тағы күлді. «Домохозяйственный институт» деп алды да және күледі. «Осыдан ауылға барсам, 2-3 айға жеткізбей алып қашып кетеді», дейді. Күлегеш қыз Аралға ұнай бастады. Екеуі күні бойы қаланың көшелерін кезді. Кешкі пойызға шығарып салған Арал бір айдан кейін ауылына іздеп барып, Мираны өзі алып қашатын болып келісті. Жұмыс жоқ, оқу жоқ, алда тек белгісіздік. Бірақ үйленуге дайын. Қызық, ата-анасы не дер екен? «Не десің, әкел үйлен, бас екеу болмай, мал екеу болмас», деді. Ата-анасының қолдауынан кейін Аралдың да жүні тікірейіп, құлшынып шыға келді. 1 жыл К700-де істей тұрды. Сосын құрылысшы болып жүрген Ерсайын ағасына көмекші болып Алматыға кетеді. Өзі әзілкеш болып алды, бәрін аузымен үйлестіре салады. Батыл, әуделі уақытта қыздың жазып берген тілдей қағазымен ауылын іздеп шықты. Титімде автобустың теріс қарап отыратын алдыңғы орны тиді. Қарсысында етжеңгі дәу қатын. Тізелері тисиіп, әзер сиіп келеді. Кісілер кірген бойда қауқылдасып, жөн сұрасып жатыр. Аралдың қарсысындағы әйелге «Мираның мамасы-ау» деп сөйледі біреуі. Арал кіп алып қалды. Мүмкін өзі іздеп келе жатқан сол қыздың анасы болып шықса қайтеді? «Әй балам, сені танымадық қой, кімнің үйіне келесің?» «Мен біреудің тапсырмасымен мына сәлемдемені апарып бермекші болып». «Аты кім іздеп келе жатқан кісінің?» «Кішкене ауыл, біз бір-бірімізді жақсы танимыз». «Хамит деген, мұнайда істеген». «Хамит? Ондай кісі жоқ, әлде Хамза шығар». «Қой, Хамза былтыр көшіп кетті емес пе?» «Қазір» деп өтірік қалтасын қараған қағазын іздеген болып күйбеңдеді. «Ойбай баламай, біз барғанша күн батады. Мына автобус ертең таңертең ғана қайтады. Түсетін басқа таныс үйің бар ма?» Арал жаңағы ел Мираның мамасы деген етжеңді әйелге қарап күлімсіреді. «Еншіміз бөлінбеген қонақжай қазақ емеспіз бе? Біреу-міреу үйіне бір түнге қондырар». «Қап, мына баланай, сөз тауып кетті. Жүр біздің үйге, заттарымды көтерістерсің». Отырған бетте заттарын ыңғайластырып көмектескен Арал өзіне өзі риза болып қалды. Шынымен де, үркердей ғана ауыл екен. Күз келгенмен жері әлі өңін бере қоймаған, желігі желкілдеп жатыр. Дәл іргеден өзен бұлаңдайды. Күмбезі жоқ мешіт тұр ортада. Апайдың үйі бірталай жер. Тірсегі майысып Арал дәу ала сөмкені көтерісіп келеді. Көк жасыл сырмен сырланған шарбаққа жақындағанда ентіккеніне жүргеннің албыртуы қосылып болдыруға айналды. «Япырмай, мына сөмкелерді ылғи осылай тасисыз ба?»
таңданысын жасыра алмады. Енді қыстай шықпаймын, осыларды сатып күн көрісімізді айырып отырамыз. Бұрын дүкенде істегенмін, рабкоп жабылды да күн көріс қиындап кетті. Үйден жүгіріп шыққан Мираны көріп, апайының артына қарай жылыстап, өзі танымайтын адам кейпіне түсуін ұқтыра ымдап әлек. Қыздың іші қу, ол да сыр бермей бақты. Шай ішіп жайланған соң қол көмегіне риза апасының өзі-ақ. «Әй, Мира, мына баланы ертіп ауылды аралат. Тамақ піскенше таза ауамен тыныстап келіңдер. Хамит дегенді танитындар болса сұрастыр. Сірә шатастырып айтқан болуы керек», тапсырма берген кісі. «Бірақ мына жігітке риза болып отырмын. Қазір ешкімнің ешкіммен ісі жоқ кезде әкемнің жолдасы өтініп еді деп жер арқасы қиянға келгенін қарасайшы», деп қояды. Оңаша шыққан соң Мираға оқиғасын айтып таусалар емес. Еркісініп қоқиланып қояды. Әкелген сыйлығы қызға ұнады. Осы бүгін қашпаса басқа қызға үйленен деп қорқытып та қойды. Тапқан айласы ертең жігіт кеткен соң төл құжатын байқамай қалдырып кетіпті. Пойызға міне алмайтын болды деп қыз артынан қуа келетін болды. Арал үйленген соң жұмыс іздеп ағасына кетті. Алматыны сағалады. Пәтерден пәтерге көшті. Бірінен бірі кіші үй қызы жетелеп жүріп жатты. Бір жолы жұмысқа тұруға керек болып, Мира дәрігерлік тексеруден өтті. Спид дегенді естіп жағасын ұстады. Келе Аралды тергеді. «Кіммен болдың, қайдан жұқтырдың?» «Мен ешкіммен, сен өзің шығар». Күдік өршіп айқайға ұласты. Кері диагноз шығып, басқа біреудің анықтама қағазы екенін дәлелденгенше отбасы бұзылып бітіп еді. Өкініш, сенбеушілік, ыза ерлі-зайыпты екеуін жеп қойды. Арал сенбеген деген олай емес, былай деп көзіне шынымен шөп салды. Мира өзінің мұңын ерінбей тыңдаған үй иесі тетя Зоясымен бірге арақ ішті. Әуелі іштегі жалынды жалымен қайтармақшы болды. Сосын көңіл көтермекші болды. Тетя Зояға тегін арақ болса болды. Кейде Арал сөйтті, Арал бүйтті деп жанынан да шығара салады. Ашу жеңген Мира Аралдың ақталғанына сенбейді. Алданышын арақтан іздеген жан бөтелкенің түбінен қайғы мен қарғыстан басқа не табушы еді? Дүниеде әйелдің арақ ішкеннен жиіркенішті нәрсе бола ма? Статистика бойынша әйелдің маскүнемдікке тез бой алдыртатын және емге көнбейтін дәрігер ғалымдар дәлелдеп ақ жатыр. Тек тыңдайтын құлақ қайда. Есейіп қалған қыздары бағыт-бағдарсыз қаңғып кететін анасының артынан бағып жүретінді шығарды. Еркек сияқты шу шығармағанмен арақ сасыған әйелден алу-далуы шыққан, кеспірі кеткен әйелден бейшара көрініс әлемде жоқ шығар. Көшеде құлап жатқан анасының қасында жылап отырған титтей қызға жаның ашымай қарау мүмкін емес. Бір өтірік екінші өтірікті жетектеп, бір қателікке екінші қателікті жамалып, тіршілік түйткілдерді зорая берді, молая берді. Арал тек ештеңе білмегенде, ештеңе сезбегенде жүре берді. Мен бе, өзінен көрсін, өзінің таңдап алған тіршілік деп алақан шаяды. Сөйтіп жүріп Мира көшеде өлді. Жаназаға келген елге жүрегі ауыратын еді. Көшеде құлап қалған жерінен тауып алдық, қолында дәрісі болмапты деді. Қыз анасының өкініш, өкпесінде шек жоқ еді. Күйеу баласын қарғамады. Қайтсын, қолында 3 бірдей жиен қыздары бар ғой. Бірақ төбе құйқаңды шымырлатар жоқтауы құлақтан кетер емес. Бұл мәселе басталғанда бірден неге айтпадыңдар, ақыл салмадыңдар, неге жасырып жаттыңдар? Ғасыр дерті ғой, қолдан жасап алған аурудың емі жоқ деген. Бәлкім ертерек білсек, саған сеніп едім, Аралау, ер азамат қой дегенмін. Бастап қалдағандарыңды балаңның әзілінде қабылдаппын. Жастыққа бәрі жарасады деппін. Басқа балаларының қамымен жүріп сендермен алыста болған соң жиі де хабарласа алмаппыз. Бұл бір сүйекке таңба, жүрекке ерекше салмақ болды ғой. Жасымыз жетіп, ұзатылар қыздай о дүниеге бет бұрып мәлкілдеп отырғанымызда мынандай зіл батпан салмақты қалай көтеремін? Қызымды ерге берін деп ойлаған едім. Жерге беретінді білсемші ғой. Мына титтей бүлдіршіндердің ертеңгі күні не болар? Аналарын қалай еске алар? Не деп еске алар деп анасы шырылдап қала берді.